Kia'ga kelgan ғой. Машинаның запчастарын қарап. Қазір көрсетем қанша шыққанын. Көрдіңіздер ғой, бамперді. Новый бампер 500 мың, фара 850 мың, ал противотуманник 140 мың теңге. Енді мен талапкердің ар жағында бір 30 км жерде бампер бар екен. Ол сынған, сол жағы сынған. Оныкі оң жағы сынған. Менікі сол жағы сынған. Енді соны сатып алуға көруге бара жатырмын. Болса сатып алам. Соны екеуін бір-біріне қосып салам. Ал басқа вариант көрмей тұрмын. Бізде наличный жоқ екен. Короче, осы бампер мынау оң жағы сынған бұл машинаның. Мына жерлері де тиген, бірақ целый. Астанадан шығып бара жатырмыз, бір ауылда екен. Сол жаққа барып қайту керек енді. Барып көреміз, жақсы болса алып келеміз. Ауылдан тап бамперді. $70 мың деп қойған екен. Бізге как раз сол жағы керек. Бұның сол жағы бүтін, оң жағы сынған. Соны енді алдық. 70 мың деп қойған жерінен 50 мыңға сатып алдық. Енді басқа нәрсесін іздейміз. Фарасын іздейміз, ананы іздейміз. Бампер таптық, бірақ фара таппай жатырмыз. Автотрейдқа келдік, сұрап көреміз. Келдік, сұрап көрейік. Өткенді көрсеткен сиденье ма? Қараңыздар. Көзге әлі де жақсы көрінбей тұр, мына кірлер. Жерге кірім көрініп тұрған байды. Осыларды жуамыз. Негізі мұн жердің өзі кір болып тұр ғой. Мен жақта айта алмаймын. Олар да кіл. Мінекей, тап-таза жуып алып шықтым. Барлық жер тап-таза. Енді қазір ұстаған жерлерім мен ұстап бердім. Жаңағы кішкене шаң болып қалды. Мінекей, Оралдан фара келді. Сол жақ фара Киясикте. Нұрлы жол вокзалдан күтіп алдым. Енді автобусты тосып отырмын. Автобус келсек алып барам, ашып көрем.
новый емес. Диск осы болды. ДТП болғанда осы болды. Достар, мен қазір ғана неден түсіріп алып келдім. Машинаны СТО-ға қойдым, сол жерде шығарды. Мынау страховой компанияның оценщигі келді, одан кейін мен жалдаған автоюрист келді, екеуі барлығын түсірді. Страховой компанияны тез түсіріп кетіп қалдым. Мен көмекке шақырған автоюрист ол өте көп суретке түсірді, барлығын шешті, түсірді, баллон шешті, ходовой тексерді, бамперді шешті, ішін тексерді, не бар барлығын, майда шүйденің барлығын суретке түсіріп алды. Енді мен ойладым да, ол кезде бампер, өздеріңіз көрдіңіздер, бампер автосалонда 500 мың, фара 750 мың, туманка 140 мың ба, 150 мың ба, сондай. Енді қараңыздар, мен 350 мыңға фара алдым, 65 мыңға бампер алдым, ол да сынық, өздеріңіз көрдіңіздер. Ал мен ойламаған, ішінде талай зат бар екен. Астындағы защита сынған, телевизор сынған, сол телевизорға отырады екен фарлар. Одан кейін екеуін есептеген жоқпын ба, содан кейін воздушканың несі бар екен, ауа айналып кіретін қорап па, сондай. Ол сынған, содан кейін бағана туманканы алған жоқпын, туманка сынған, фар вообще жарамайды. Одан кейін бір решетка сынған, ішінде рычаг кеткен, ходовойдан рычаг кеткен, сосын диска майысқан. Енді диска ештеңе етпейді, сол бағанағы рычаг, телевизор, телевизорды сұрасам, жаңасы 360 мың, сол бағанағы арзандау деген жерде. Жаңасы 360 мың, бұл 260 мың теңге екен. Енді оған қалай қарайсыздар? Мен есептемеген шығын әлі былай екен. Крыло айтпақшы, крыло. Источник айтады, крылоны жаңадан алып келіп беріңіз, сол кезде 160 мыңға істеп беремін дейді. Жоқ, осыны істей берсеңізші, крыло таппай жатырмын десем, онда дейді 200 мың болады дейді. Енді 200 мыңға істетем, себебін қазір көрсетем. Мінекей осы колесада осы біреу ғана, Kia Ceed21-ден жоғары машиналарға келеді деп жазып қойды, 336 мың. Осылай 336 мың теңге крылоға сұрап тұр, көрдіңіздер ғой. Біреу ғана екен, 336 мың деп жазып қойыпты. Звондағанда жоқпын, себебі ол арзанға бермейді. Арзан бергеннің өзінде 300, ол не стоит. Ол біріншіден. Енді қараңыздар, егерде мен барлығын жаңа қоюым керек қой, енді біреу соғып кетті, страховой компания соған маған ақша шығарып беру керек, барлығын есептейді жаңадан. Енді салонда да есептейтін болсақ, 750 мың фара, 500 мың бампер, 150 мың туманник, одан кейін 360 мың арзан жерде новыйсын есептей берейік, 360 мың телевизор, одан кейін бағана воздушкалар бар, 50-60 мың теңге, 50-60 мың теңге решетка бар, сосын жұмыс ақысы бар, сосын бағанағы тағы майда нелері бар. Сонымен былай қарағанда маған 3 миллионға жақын ақша шығып кетеді екен. Енді көреміз, біз қанша ақшамен бітіре аламыз. Және қазір бастады, барлығы суретке түсіргеннен кейін сразу сол жерде жұмыс жасауына қалдырдым, себебі оценкаға барлығын суретін түсіріп алды. Болды. Мен ары қарай жұмысын жасай берем, өзім жұмысымды бітіріп шығарып жіберем машинаны, сосын жұмыс істей берем сол машинада, ал оценка бір айдан кейін шығады, ақшасы түседі. Енді маған қанша? Қазіргі таңда тек қана 2 нәрсе алғанмын, мен бампер мен фара ғана. Туманник жоқ. Енді оны тапқанға дейін, арзандау тапқанға дейін соны қойып тұратын шығармын, өзін сынған. Лампочка жанбайды, ол жерде сынып қалған, екі жерінде. Оны немен жабыстырмаса, қататын жерлері барлығы сынып кеткен. Білесіздер, ондай ақша маған шығармауы мүмкін, не үшін екенін қазір айтам. Мынау обязательный страховой дейді ғой. Сол
Оның шегі бар, 2250 ғана. Ең жоғары сомма 2250 ғана төлеп береді. Мысалы, ол кінәлі, оның страховкасы маған 2250 ғана төлейді. Егер одан асып кететін болса, мысалы 3 миллион деп шығаратын болса, немесе 4 миллион деп шығаратын болса, мен оны азаматтық сотқа берем. Яғни мен айтам, мінекей, кінәлі адам, маған страховой компаниясы осыншама ақша ғана берді, маған жетпей қалды, қалғанын мынау төлеу керек деген сияқты сотқа берем. Енді Құдай қаласа жақсы шығарып жеткізетін шығармыз, білмеймін. Осылай, қанша шығады екен, өзіме де қызық болып тұр. Қазіргі таңда 200 жұмсақы, 350 фара, 65, 415-615 мың теңге әзірге кетіп тұр. Одан кейін тағы бір-екі нәрсені алып кел дейтін болса, тағы қосылады. Осылай, таксиге енді Құдай қаласа, ертең ары күн шығып қалатын шығармыз. Таксinin барлығы жамандап жатыр. Кейбіреулер жамандап жатыр, кейбіреулер жақсы болып жатыр дейді. Енді өзіміз шығып көреміз. Тарифтер не болып жатыр, қалай болып жатыр жұмыс. Оны міндетті түрде білесіздер, мен Тарлан таксопаркта жұмыс істеймін. Тарлан таксопаркта ақша шешу без комиссия, одан кейін бағанағы бонустары бар. Оның барлығын осы номерге жазып білсеңіздер болады. Мен парковый жұмыста істеймін. Айтпақшы, парковый ИП-да жұмыс істеген тағы бір плюс шықты. Енді тікелей ИП-мен жұмыс істегендер 2000 немесе 3000 теңге айына төлеп отырады, отчет, бухгалтерский отчет жасаған үшін. Ал парковый ИП-да парк өзі төлейді сіз үшін. 40 мыңға, жаңадан тіркелгендерге 40 мыңға дейін болды, соның барлығын өздеріңіз білсеңіздер болады. Ал маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Келесі видеода топ 3 машинаны шығаратын сияқтымын. Осы басыма келіп жатыр. Топ 3 машина қалай болады? Таксиге топ 3 машина деген.